Қайырлы күн достар. Бүгін біз телефонны егов мобайлдан жұмыссыздық анықтамасын аламыз. Ол үшін ең бірінші услуги батырмасын басамыз және оның ішіне трудоустройство и занятости деген бөлімін таңдаймыз. Және бұнда көп деген қызметтер бар. Соның ішінде выдача справка о регистрации в качестве безработного таңдаймыз. Және осы жерде өзіміздің иініміз шығып тұрады. Бір рабочий күні беріледі, бірақ сразу беріле береді. Заказать услуги деп авторизациядан өтеміз. Және кішкене минуттардан кейін обновить етіп отырсақ, біздің жұмыссыздық анықтамамыз қазақ тілінде және орыс тілінде дайын болады. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылып кетсіңіздер. Рахмет.